Балалық шаққа саяхат. Адамның өмірінде мәңгілік өшпестей естелік қалдыратын ең керемет, ең ғажап ұмытылмас сәттер сыйлайтын ол балалық шақ. Балалық шақ қайта оралмайтын, сағына еске алатын ғажайып әлем сияқты. Әже. Балалық шағым Алматы облысы Жазиралы Жаркент өңіріндегі Әулиеағаш ауылында өтті. Алдымда өзімнен 2 жас үлкен ағам, мен, одан кейін 2 жас кіші ініммен бірге ер балаларша киініп, ағамнан қалған киімді киіп, солардың ойыншықтарымен ойнап өстім. Үшеуміздің тәрбиемізбен толықтай әжем айналысты деп айтсам артық емес. Әке-шешеміз жұмыс басты болды. Шешеміз үшеумізден соң 2 қыз баланы өмірге әкелген сәттен бері қарай әжеміз қартайған соң үйде бала шағаға өзі бас көз болды. Балалық шақтың ең мұңсыз, тәтті сәттері де сол 2 сіңілімнің өмірге келмей тұрған кезі болса керек. Әжем сондай жақсы адам еді. Әжемді бүкіл ауыл сыйлап, Сарапа деп құрметтейтін. Төріне шығаратын. Ауылда әжемсіз ешқандай той-томалақ, өлім-жітім өтпейтін. Сонымен қатар, ауырған үлкенді де, баланы да ұшықтап, ашылап, дем салып, ем-шаралық жұмыстармен де айналысатын. Ол аз десеңіз, жоқ іздеген жандар тіпті көрші ауылдардан келіп құмалақ аштырып жататын. Бір қызығы, әжем 3 күн дем салса, ұшықтаса жазылып кететін адамдар. Құмалақ ашса да әжем не десе солай болатын. Аузы дуалы, қолы ашық адам еді жарықтық. Аллахым панасын алсын әжемді. Ол уақыттарда 7 шелпекке Құран оқитын адамның өзі некен саяқ еді ғой. Көрші қолаң жұма сайын пісіретін 7 шелпегіне Құран оқыту үшін де әжемді шақыратын. Әжем қайда барса да үшеумізді ертіп баратын. Тек өлгенге бармайтын едік. Әжем, мен өлгенге кеттім десе болды, бұзық үніме дейін үйде ләм-мим деместен қала беретін едік. Әжем кейде үшеуміз аздай көршінің балаларындай той жиынға ертіп барушы еді. Бірде төмендіректе орналасқан көршіміз келін баласына той жасады. Әдеттегідей ол кезде той есіктің алдында құрылған палаткада өтті. Сол тойға әжем үшеумізге қосып көршінің бір ұл бір қызын ертіп, ұзын саны 5 баламен барғанды. 5 баламен барғаны аздай, үлкен кісі 5 баламен төрге озып, жайғасып отырып алғанбыз. Той иелері әжемнен батып бізге ештеңе дей алмай мысық ұрып қойған еді. Ал біз баламыз, бізге не керек? Дастархандағы тәтті-пәтті керек, тойғанша жеп, артылғанын қалтамызға томпитіп салып алып, әжем кеттік дегенде кетеміз. Әлбетте әжем тойдың басында сөйлеп, жастарға батасын беріп, бас астан ауыз тиген соң қайтады. Оған әнбей қызық емес. Сол арада бізде қарнымызды тойдырып алатынымызды алып, дайын отыратынбыз. Әжем туралы естеліктер өте көп. Жарықтық бір балаға бетінен қағып, қой деп ұрысқан емес. Оның да өз есебі бар. Әжем жас кезінде 4-5 құрсақ көтерген екен, бірақ Алланың қалауымен 2-3 айлықта шетінеп кете беріпті перзенттері. Содан біздің шешемізді анасы туыт кезінде көз жұмып, 2-3 күндік шақалақ кезінде асырап алған екен. Қанаттыға қақтырмай, тұмсықтыға шоқтырмай асырап баққан шешеммен ұялас бауырларына көмектесіп, олардың да жетіліп кетуіне себеп болған екен. Әжем марқұм баланың қадіріне жететін жан болуына да сол өз құрсағын жарып шыққан перзенттерінің тұрмауы болуы мүмкін екен-ау деп ойлап қоям. Ұйықтар алдында түнде әжем ертегі айтады. Өзі білетін 3 ертегісі бар. Соны әже ертегі айтшы деп, әр кеште жаңа естіп жатқандай тыңдайтын едік. Әжем де қайталап айта беруден түк жалықпайтын еді жарықтық.